Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бізде бәрі жақсы. Сіздерде қалай қалдарыңыз? Міне осы мен 8 тауыққа алмастырып алдым. 7 тауық, 1 әтеш. Қалай, нормально ма? Шыбыш қой, шыбыш. Буаз дейді енді, бірақ білмеймін нақты. Ол буаз болған қалай білуге болады. Қазір тауықтарыма барам. Менде 27 тауығым қалды общий. Сол қасына тағы да бір лақ қосып қоям деп ойлап отыр менде. Ұрғашы лақ. Себебі жалғыз жүрсе дұрыс өспейді ғой. Қанша тамақтандырсаң да сол қасына қандай не қосып қояйын? Еркек па, ұрғашым айтып кетіңіздер. Негізі ұрғашы қосқан дұрыс дейді. Еркекті итак табасың ғой дейді. Сол айтып кетсеңіздер, мен бірінші асырап тұрмын енді. Өз опыттарыңыз болса айтып кетіңіздер, тауықтан басқа. Мен қазір тауығыма барам, сабақтан келіп тұрмын. Атырауда жаман салқын, +5 сондай градус болып кетті. Жаңбырлы. Міне осындай далаға босатып жатырмын. Шөптен басқа не берсек болады? Кеше Имандос деген дос бабамнан алдым осы нені, шыбышты. 8-9 айлық па сондай шамамен. Міне қиын екен артынан жүру. Дала салқын еще. Көрер жатармыз. Қуанып тұрмын негізі. Бірінші рет асыраған соңғы не беретін білмеймін, тек осы жайып жатқан жайым бар. Егер де білетіндеріңіз болса, не істеймін, оны не істеу керек, бұған тағы да бір дәрі-дәрмектер беремі, соның бәрін айтып кетіңіздер. Буаз емес екен, қайдан білсем болады? Айтып кетіңіздер комментарияға. Буаз деді, айтты әйтеуір. Бұл простой не ғой? Простой шыбыш. Общем, солай. Ассалаумағалейкум. Мен достар, қалай? Осыны өсіретін болам бұйырса. Тауықтарымды сатқан жоқпын. Бар тауықтарым. Тек 8 тауыққа алмастырып алдым. Тағы да қасына біріне қосып қоям енді бұйырса. Тағы да не берсек болады, айтып кетіңіздер комментарияға. Сол қатық қолым достар. Үшін солай қазір нанды көп берме деп айтты әйтеуір өзі. Қазір тауықтарыма барып кебегін алып келем. Тауықтарыма да бір жемдерін салып кетем. Жұмыртқа тұйым. Солай. Бұлай жалғыз өзі өспейді ғой. Сондықтан бұны қасына тағы бір ешкі қосып қоям. Лақ қосып қоям. Адамдардан сұрастырып көрем енді. 20-15-ке лақ бар ма деп. 10-15-20-ға. Енді қала жақтарда қымбаттау болады ғой, ауылдардан көр. Мысалға мына шыбыш қазір 30 мың тұрады енді. Базарларда 25-30-дың шамасы. Нақты білмеймін. Бірақ сондай OLX-тен көрдім. 30-35-ке дейін барып жатады. Бірақ енді ешкілер 40-тан 45-ке дейін барады. Лағымен бірге 55 мың деп көрдім әйтеуір OLX-тен. Осы 8 тауыққа тұра ма мына ешкі? Алмастырған дұрыс болды ма, айтып кетіңіздер. Тек тауық қаздан бөлек осындай нәрсемен де айналысып көрейін деген жайым бар. Қазір қамап кетейін, қорасын көрсетейін сіздерге. Қорқып тұрын. Үйреніспеген ғой маған. Кеше ғана түнде әкелдік, кеше түнде 10 жарларында 11-ге жақын. Түнгі 11-лерді. Достар міне. Мүйізі. Буаз ба міне қазір. Осы. Итер апару керек енді. Өзі жүрмейді. Міне жақсы шөптер бар. Достар. Айтып кетіңіздер. Қалай барлық нәрсесін ешкі туралы соны оқып жауап беретін боламын. Істейтін болам нақты. Нақты айтып кетіңіздер, не істеймін. Қасына ешкі қосып,
ол қырылмау керек па, оны қалай өсірем деген сияқты. Сағат нешеден нешеге дейін босатып жүру керек, қандай шөп беру керек, қандай жем беру керек деген сияқты. Ол қашан туады? Айтты әйтеуір буаз деді, бірақ нақты білмеймін. Қасына теке қосқан ғой. Сол. В общем, достар, егер де видеоны ұнаса, тіркеліп лайк басып кетіңіздер.